Құныскерей бірінші бөлім. Жылқы жылының қысы аса қатты басталды. Қарашаның ескіше қауыс айының бірінші онкүндігінде ат тізесінен келетін ақ мамық алқара аспаннан бір түн, 2 күн ұдайы жапалақтап еді. Жарықтық молынан түсті. Қансонарда қан қызар дегені бір түнге ғана созылды да, таң ата терістіктен баяулау, бірақ аса ызғарлы суық жел қалың қарды жылжыта қозғап, аязымен тұмшалап, әйтеуір аз уақыт ішінде ақ мамықты серіппелі қақпандай сірестірді де тастады. Содан тайсойған өресінің 4 түлігі түгелдей қолға қараған. Жал-жал шағылдардың баурайындағы топ-топ қылаң құйрықпен шағыры, төп-төп қияғы, жантағы мен қарабарағы, ойпаңындағы еркегі мен сарымия, есек миясы қар астында жапырылып, жасырынып қалды. Көз жетер жер сірескен ақ қар, әппақ-ау, әппақ, тура солтүстік полюстың бір бөлшегі жылжып келген бе дерсің. Анау жал-жал шағылдар аязға шыдамай шатынап барып, бұрқ етіп жарылып, содан соң төбешік боп үйіліп қалған мұзды мұхиттың асау мұздары секілді. Осыдан аз күн бұрын күз айының райын беріп жатқан бозғылттау өңді жер беті енді әппақ дүние құшағына еніп кеткендей күйде еді. Содан бері біраз күндер артта қалды. Ителгінің батыс бетіндегі алақандай жазықтыққа алып кранмен көтеріп әкеп қойғандай ақ шатырлы жалғыз пәтердің мұржасынан шыққан түтін көк жүзіне тіп-тіке көтеріліп із тастап барады. Еңселі етіп тұрғызылған үйдің төңірегінде қора-қопсы барын, не болмаса қыбырлаған тұяқ, жыбырлаған адам барын аса жіті көз байқамаса, тосын келген кісі бұл үйдегі тіршілікті тек қана мұржадан көтерілген түтіннен сезер еді. Аттылы кісінің күн көзі ұясынан жартылай шыққанда анау қырқадан бері құлағанын қарсипап кеткен шеген ауланың үстінде тұрып, кәрім қарттың көзі шалып қалып еді. Жер астына түсіп кеткендей жоқ болғанына таңданып тұр. Үстіне желбегей жамылған түлкі ішігі мен басындағы түлкі тымағы тек осы ауылдың ғана мал жанын құрсаулап тастағандай болған сұсты да кәрлі, қаһарлы аязды елең қылмағандай өн бойына дарытар емес. Па шіркін, қыстың осылай қыстығын жасағаны жақсақ деп қарт саңқылдай дауыстап жіберді. Содан кейін жасы келсе де еті қашпаған сом денесін оңға қарай шұғыл бұрып, қарасында қалған шөпті иіліп бүгіліп, суыртпақтай суырып жатқан баласы дәденге қарап, «Әй, әуре боп қайтесің? Азғантай жандықтың өз азығы өзіне жетеді. Ауладағы арық-тұрақтарға шөпті сәскеде бір шашармыз да, күн ашық жарық болса, тәуекелге бел байлап, ителгінің оң қолтығын ала тебіндетіп көрерміз. Әй, ойпырмай, ол шөмелені басып жатқан 5-6 күрек қарды лақтырып тастап, сосын айырламаймысың? Өлексенің кеудесін тартқылаған аш бөріше мықшалаңдамай, өй, ісің бар болсын, жарар, сол жұлғаныңды қорадағы қасқа сиырдың altına тастай сал, жағын қимылдатсын. Аяз мықты ғой жарықтық. Апырай, әлгі адам ба? Періме? Қарт енді құбыла бетке бойлап қарады. Шөп суырып жатқан жігіт ұзын бойын дүзеп сәл тұрды да, бұл үйдің шайы қайнап болмады бүгін, деп естілер-естілмес үнмен күбірледі. Сосын шалт қимылмен қар үстіндегі шашылып жатқан шөпті жымқыра құшақтай қора жаққа қадам басты. Ата, шай әзір, жүріңіз деген келіннің даусын анық естісе де қарт асыға қойған жоқ. Желбегей жамылған ішігін иығынан төмен сырғыта, жағасынан уыстай ұстап, ішкі бетін әппақ қарға ұрып-ұрып алып еді. Түлкі терісі өз өңін беріп құлпырып сала берді. Қарға аунаған түлкідей деген осау шіркін, бұл ішік тігілгелі қашан? Ширек ғасырдың жүзі өтті. Ұмытпаса 18 тері. Мезгілінде
қан сонарда ұсталған аңның үйлеуі келсе, қылшығы жидіп түспейді, сол бұрынғы күйінде тұрады, деп іштей ризалық білдірді ол. Әке, үйге кіріңіз, шай дайын бопты. Бұл ұлының даусы. Аяқ астындағы қарды сықырлата басып өтіп барады. Әйтсе де есік алдына барып аялдады. Әкесінен бұрын үйге кіруден именіп тұрған секілді. Әлгі бір қырдан асып түскен пәтшағар қайда жүр өзі? Әлде менің көзіме көрінген елес пе? Қой жоқ, аттылы кісі еді, анық аттылы жүргінші. Дәден, анау құбыла беттегі аққаланың үстіне шықшы, бағыты осы үй сияқты еді. Баласы тілге келместен әкесі нұсқаған жаққа адымдай жөнелді. Қора үстінен қарғып түскен дәу көк төбет бір арс етті де иесінің алдын орай берді. Сол-ақ екен, аққала астынан жылқының қатты пысқырғаны естілді де іле-шала бұл үйге қай жағынан таяу баруға болады өзі? Ой, ғажабай, төңіректен тесікте, есікте қалдырмай бітеп тастапты ғой, деген зор дауыс шықты. Көк төбет екі рет арс-арс етті де жым болды. Төке-ау, төке, ана қораның терістік бетін айналып келмесеңіз, бұл араға ат жығылады деп дауыстады дәден. Әй дәден, амансыңдар ма? Ойпырмай, мына қардың алапатын-ай. Иә деймін-ау, әй сендер бар ғой, көктемде су болып ағып кетерсіңдер жүдә. Мынау масқара, мен көрмеген қар тасқыны. Анау жалдан мен асқалы қашан, жетім болсамшы. Атты жүргізбейді, ақсақ ойылып, апырай, жарықтықтың алдыңғы екі бақалшағының үстін қиып тастаптау, обалдағай. Қой, ат мініп азаптанғанша жаяуым жақсы екен. Қатты қардың бетімен қалқи бересің түге. Еш-шай, өзім де әбден тоңдым. Машинасы құрғырдың ызасы өттау. Төке, атты мен жетектейін деген баласының даусын естіп, қарт мырс етті. Ат мінуді ұмытқан ғой бұлар. Жазы қысы машинамен зырылдатады да жүреді. Әйтпесе, қатты қарда атты аяңдатып, ілбей ме екен? Пәтшағарай, көтере жортақпен отырса ғой, өзі де тоңбайды. Аттың да соры қайнамайды. Жылқы тұяғына шақ келер нәрсе бар ма? Қар емес тасты да уатып жіберер. Дастандағы көлденең жатқан көк тасты сазбалшықтай илейтін тайбурылдың тұяғында артық теңеу жоқ, шындық. Тұлпар тұяғы темірді де майыстырады. Бірақ адамның да адамы, жылқының да жылқысы бар. Адам біткен қобыланды, жылқы біткен тайбурыл емес. Табиғат біреуді артық, біреуді кем жаратады. Тіпті қой үстіне бозторғай жұмыртқалап тұрған заманда да қоғамға пайда келтіру түгілі өз қара басын алып жүре алмайтындар қаншама. Ондайлардан не үміт, не қайыр деп іштей күбірледі ол. Ассалаумағалейкум, кәреке. Жалт қараған қарт өзіне қарай қорбаңдай ұмтылған ферма меңгерушісі Төрежанды көріп тіктелді. Уағалейкум, аманбысың, Төрежан? Ауыл елің аман ба? Иә, ертелетіп қайдан келесің? Жайшылық па әйтеуір жарқыным, жүрсің суыт қой. Ой, кәрекай, боранды күні құтыратын біз бал емеспіз. Шаруаның қамы ғой баяғы. Сонда да жақсат жоқ. Түн қатып, түсіміз қашып жүргеніміз мынау. Үйдегі келініңді көрмегеніме тура бір жеті болды. Құдай білсін не істеп жатқандарын. Бала-шаған айтамын-ау, өстіп жүріп, бір күні айдалада омақасып қалмасақ жарар еді осы, деді Төрежан байпағының қонышына жабысқан қарды қамшысының сабымен ұрғылап тұрып. Жұмыс болған соң солай ғой тегі, қиындықсыз еш нәрсе оңбайды. Жүр үйге кірелік, деді Кәрім көз қиығымен Төрежанның өн бойын түреп өтіп. Ат үсті жел ғой дегенді қосып айтты. Қап, мына шал мені мысқылдайын деді-ау. Төрде шалжиып жатып алып, өзгенің тоңғанында не шаруасы бар дейсің мұның? Көрдің бе, қып-қызыл боп талтаңдауын. Ферма меңгерушісі мен емес, тап өзі сияқты. Түйенің жарты етіндей тұлғасын қараш, жасы 70-тен асса да ең келмейтін бұл неткен шал, төсі бір құшақ боп қайқаяды да тұрады деп ойлады Төрежан ішке кіріп бара жатып. Ауыз үйден мұны әдеттегідей балқия шеше қарсы алды. Орта бойлы аққұбаша жайдары кісі. Бұл неше келсе де осы жерден қарсылап амандық сұрасады. Тағы да міне
Аманбысың шырағым, бала келінің дендері сау ма, ат көлігің аман ба, деп иіліп бүгіліп тұр. Төрлет қарағым, төрлет деп, жаны қалмай асыға сөйлейді. Шалы сияқты тәкаппар, кекірейген болса қайтер еді бұл. Киімін шешіп, төргі бөлмеге бас сұға бергенде, дастарқан жайып жатырған кішкентай тығыншықтай қуыршақ секілді аппақ келін сәлем бердік деп, тізесін сәл бүгіп амандасты да шеттеп тұрды. Екі иығынан дем алып, ыңылдай әндеткен сары самаурынның жанында шоқ аяқтағы қып-қызыл қи шоғына қайнаған аққұманың шүмегінен бу бұрқырайды. Бұл төрге озды. Сыртқы тысы әртүрлі мауыттан құрақша етіп тігілген жып-жұмсақ көрпенің үстіне малдас құрып қонжиды. Сосын дастарқан үстіне жана ғана қойылған ып-ыстық күлше нанға қарап бір-екі жұтынды. Келін аққұмандағы шайын күйіп кетпесін деп кәрім қарт ескерту жасап еді. Қазір ата, деп лып еткен келіні аққұманды шоқтан алып, самаурын тұрбасының үстіне қоя салды да ауыз үйге шыға жөнеліп еді. Әп-сәтте екі тарелкамен көп-күрең боп, быжылдаған қуырдақ әкеліп, дастарқан үстіне орналастырды. Қарттың алдына түсі сап-сары сарымай, мұның алдына ақшылмай қойылды. Тамақта бабымен шедау мына шал деп ойлады Төрежан. Ал қонағым, тоңып келдің ғой, тамақ ал деп, қарттың айтуы мұң екен, бұл ыстық күлше нан мен ыстық қуырдаққа кірісіп-ақ кетті. Оң мен солына да көз тастаған жоқ. Келін, шайыңды демдеп жібер, дәден шешеңді шақыр, шайға келсін. Соның ақ күйбіңі таусылмайды-ау, деген қарттың қысқа бұйрықтарына Төрежан мән берген жоқ. Майы шылқыған ыстық қуырдақ таңдайын жұлып бара жатқан тәрізді. Қасықты толтырып асап-асап жіберді. Қонағым, 100 грамға қалайсың? Тоңып келдің ғой, деген қарт сөзі мұны бірден елең еткізді. Самаурының сол жағын ала шеттеу отырған дәденнің алдында ұзын мойын ақаңның өзі тұр екен. Көзге бірден жылы ұшырады. Ниеті құлап түсті. Дәден екеумізге 1-200 артық болмас, мынадай аязда деп күлімсіреді. Бұл қолындағы қасығын тарелканың ернеуіне сүйей салып. Дәден бұған, бұл дәденге қарады. Сәл уақыт дастарқан үстін үнсіздік басты. Тек сары самаурын ғана ыңылдай әндетіп тұр. Шын аяғындағы шайын тауысып болған соң ғана қарт, дәден ішпейді, мен 120 граммен сені қолпаштайын, жігітсің ғой, тартып жібер, аппетит ашады деп баласына иек қақты. Жақсы кәреке, жақсы, деді Төрежан артық сөзге келмей. Сіз алсаңыз, бізде не жаңғалады, тәуекел. Алдына келген толы стақан арақты шімірікпей қағып салды да, тағы да тарелкаға үңілді. Қарт қолындағысын дастарқан үстіне қойып, кемпіріне: қазанға ас салдың ба? Мына бала асықпаса тамақтанып кетсін деп бір қойды да, іле-шала шай құйып отырған келініне аққұманың өзінен бір құй, шырағым деп, шын аяғын ұсынды. Ойбай кәреке, тамақтанып жайланатын уақыт қайда бізге? Осы құрмет те жарайды. Сәлден кейін аттанып кетемін, деді Төрежан бойын тіктеп. Ішінен жанында отырған алпамсадай қарияға ызасы келіп, жарылып кете жаздады. Керілуін қарам алжығанның, менің қарамағымдағы жылқышы екенін ана боқмұрын баласы неғып сезбейді? Құрақ ұшып, асты үстіме түсіп, жантайса жастық болудың орнынан әкесі не айтса, соның ыңғайын қарап, қасы мен қабағын бағып отырсын, жаман неменің, көрейін әуселесін. Жаңағы бір стақан толы арақ өне бойын қыздырды ма, әлде суықтан келіп қарбытқан ыссы қуырдақпен күрең төбел шай буынына түсті ме, әйтеуір ферма меңгерушісінің бақалшағына дейін дызылдап, тұла бойын бір күш көтеріп бара жатқандай әсерде болды. Тағы бір рет құюға әкесінен именіп отырау жаман неме. Қап, бекер келген екенмін, өзімде обал жоқ. Мана Мұсаға қарай бұрыла кетпей, ақ көңілдігімнен аңқылдап жүріп, өлер мына осы. Бірақ ішкі есебі бар емес педі. Мұнда еріксіз сүйрейлеген. Апырай, сол шаруасын мына шалға қалай айтар екен, соны ойластыру керек. Кәреке, шаруа күйлеріңіз қалай?
Шөп саламдарың жеткілікті ғой енді. Тек арық тұраққа жем жағы болмаса, оны да бірдеңе жасармыз. Әйтеуір сіздерді құр қалдырмауға уәде етемін деп сыпайылады бұл даусын бәсеңдете сөйлеп. Ниетіңе рақмет, көп жаса шырағым. Бірақ сапқоз түгілі ауданда жоқ жемді қайдан аласыңдар? Бізді қойшы, біз бірдеңе етерміз. Есек дәмеңді анау мұсаның құлағына сіңір. Егер мына қар сірескен күйі бір ай жатса бар ғой, соның бір отар қойының жағдайы мәз болмайды. Сен жемді айтасың, қорасының басындағы шөбі ай жарымға жетпейтін шопанның бірі сол мұса. Құр сөзден іске көшетін мезгіл әлде қашан жетті. Немене, Тайсойған өңіріне қар жаудырмаймын деп Алла тағала құлақтарыңа сыбырлады ма сендердің? Ең болмаса анау аяп бергеннен бергі Қоңылтақтағы есек мияны кезінде түгел шауып жинастырып алғанда біраз малшыға қарасын болатын еді. Қыс көзі қырау малға қар береміз бе сонда? Күзде өзіңе биылғы аяқ алсымыз онша емес. Жер қуаң. Тайсойғанның жықпыл-жықпылына кашел салдыр деп қақсадым. Тыңдадың ба? Тыңдаған жоқсың. Шөп саламдарың жеткілікті ғой дейсің бізге. Несі жеткілікті? 6 ай қысқа деп үйдірген жалғыз іскіртіңнің тең жартысы қара шағыр мен көк жусан. Одан қалды дән жармаған удай ащы кекірік. Кекіріктің у дәні жылқының қолқасына кетсе, табанда қатыратынын менен жақсы білесің. Өйткені 5 жыл оқуың бар, білдей азаматсың. Тәжірибең де жоқ емес көрінеді. Осы ферманы басқарғаныңа да 3 жылға аяқ басты ғой. Ең болмаса кекірікке орақты қай мезгілде саламыз деп мына біз сияқты шалдардан сұрап алуға арланасыңдар ма түге? Ойпырмай, кәрекай, ойда жоқта ақыр заманды орнатып тастадыңыз-ау. Бұдан жаман уақытта тойға барған жоқ па едік? Деді Төрежан еңсесін көтеріп. Бала шайын ішсін, бастырмалатпай қоя тұрсайшы, деді Балқия шешей шалына қарап. Тоңып келді ғой, сосын жайғасып сөйлесерсіңдер. Солай емес пе өзі істің жайы? Дастарқан үстін аз кем үнсіздік басты. Келіні әуелі атасына, одан кейін енесіне жәудірей қарады. Осы сөзді неге айттыңыз? Атамнан шатақ шығып кетпесін деген сыңайы мекен, кім білсін. Дәден әкесіне барлай көз тастап еді, жоқ ашуланбапты. Қайта кең маңдайы тершіп, жанары үлкен көзін бұрышқа қадап, шалқақ кеудесін одан әрі шалқайтып, көңілді кейіпте отыр. Ферма меңгерушісі шыны аяғын сырт еткізіп төңкеріп тастады да сәл-пәл кейін ығысты. Оң тізесінің үстінде жатқан жұмсақ орамалмен бетін мойнын сүртіп, ух деп қаттырақ демалды. Шайды неге ішіңкіремедің шырақ? Деді Балқия шешей Төрежанға бір, шалына бір қарап. Аққұманға шай тасталды. Тағы 1-2 шыны ішсеңші? Жоқ шешей, әбден қандым рақмет. Қуырдақты да өлгенше жедім, тәтті екен. Биыл жылқы ғой, қыс қатты болуы мүмкін, бірақ арты ұзаққа созылмайды. Иә, тәжірибеде солай еді. Мінезсіз, адуын жылқы іспеттес, қыста шәлкес мінез көрсетуі әбден ықтимал. Міне бүгін дәлудің ескіше оң жаңасы. Ақпанда ақпан 6 күн, аязы мен 7 күннің кірісі. Сонда құт қамал сәуірдің басына дейін әлі сірескен 75-80 күн бар. Оның ар жағында отамалы не дейді? Оны бір құдай біледі. Сіресіп қатып қалса, қар шіркінді қақыратып, тепкілеп, еркек пен жусан түбірін жұлып жеу тек жылқының жылқысын сынайды. Бұған да тәжірибе керек. Тай құнанның тұяғы 1-7-ден кейін домбығып ісіп кетеді. Тебінге де еті қалың, кексе жылқы төзеді. Шырағым, оны өзіңде білесің. Апырай, кәрекай, осы қыстың бет алысынан қарадан қарап шошынып жүргенімде, сіз де мені біраз үркітіп тастадыңыз-ау тегі. Қыстың аяғы ұзамайды деген бір ауыз сөзіңіз ғана кеудеме шырақ жаққандай болды. Әйтпесе, осы үйден торы төбелге отырып аттанып кетуімнің өзі екі талай еді, деді Төрежан шіңкілдей күліп. Өзін қоштап, ере күлген ешкім жоқ екенін байқағасын саптыйлды да, көрерміз, басқа түскен баспақшыл деп бір қойды.
даусы жарықшақтанып әлсіздеу естілді. Сағат ағашындағы шопандардың жай күйі қалай екен, соқтың ба? Сабырдың отары ерте қоздайды деп естіп ем. Құттың ортасына таман саулықтары төге бастайды ғой. Міне, жемшөп соған керек. Әлден ойланбасаң болмайды, деді қарт сол тізесін қолымен уқалап. Сосын дастарқаның жиылып алынғанын жаңа көрді ме? Бәрекелді деп екі аяғын бірдей созды. Дәден, қонақтың атына шөп сал, аз кем жағы қимылдасын, деді қарт есік жақта отырған баласына. Обал болар, оның да кеудесінде жаны бар ғой. Сосын шаруаңа қара. Күн көзі қыза тайқұнандарды анау бұрсан шоқысының оң жағына тебіндетерсің. Сол тұстың қары жұқалау шығар. Ауданда алдағы жетіде озаттардың жиналысы өтеді деп еді. Дәл уақыты әлі белгісіз. Соған дәден де қатысуы керек еді. Сол түссе машинамен келіп жинастырып кетерміз, деді Төрежан, әдейі дәден естісін деп шапшаңдата сөйлеп. Сол жиналысқа дәден емес, мына мен барамын. Әлгі хатшымен жүздесіп, ақылдасатын жайттар баршылық, айтатын әңгіме де көп. Ол өзі ауданнан ұзап шықпайтын адам екен, әлде бізге жете алмай жүрме? Соның қандай жігіт екенін көрейін деп ем. Сөйлессе, пікірлессе, белгілі ғой, оның аяғы алысы. Шаруаның егжей-тегжейін білсе, шалдырмас. Ферма меңгерушісі шалдың мына сөзінен мықтап тіксініп қалды. Екі беті ду етіп қызарып кетті. Бірақ сыр бергісі келмей, оң жағындағы мамық жастықты қолтығына тартып, шынтақтай қисаяды. Бешпентінің қалтасынан қызғылт түсті қол орамалын суырып алып, мұрнын шуылдата сіңбірген болды. Шалдың бетіне тіктеп қарамай, жүзін бұра сөйледі. Үнсіз қалуды ыңғайсыз санады. Оны уақыт көрсетеді ғой, кәреке. Қыз көзі қырау, салқын тегізіп алсаңыз, әрі жылқыға тікелей жауап беретін дәденнің барғаны жөн еді. Оны өзіңіз білесіз, ақылдасып шешерсіз. Мен пәлендей деп көсемсей алмаймын, деп жуасып сөйледі. Қой, мен аттанайын. Төрежан орнынан тұрды. Келеңсіз әңгімені жалғастырғысы келмеді. Жарайды шырағым, басқа шаруаң бар ма? Анау жоқ, мынау жоқ деп сені жөнсіз қыстағанмен ештеңе шықпас. Ал жиналысқа мына құдайдың күні бөгет жасамаса тәуір ғой. Ақпан да ақпан 6 күн қарап қалмас, бой көрсетер. Шаруаларыңа мығым болмасаңдар, табиғат қатыгез, қарсы келгенді аямайды, бетке ұрады. Шешен суын шіркіннің, деді ішінен саптама етігін киіп жатқан Төрежан тістеніп. Жылы жерде отырып ап, ақыл айтқанда алдына жан салмайды жаман шалың. Одан да алдына келгенді ішіп, пеш түбінде бұтын қысып отырмай екен. Үстіне қысқа қара тонын киіп, бойын түзеді де, ал әзірге деп қақшиып тұрған қартпен салқындау қоштасып, шапшаң басып сыртқа ұмтылды. Кәрімнің жақсы хабарласып тұр деген сөзін естісе де, естімегендей сыңай танытты. Адымдай басып, аула ішінде жүрген дәденнің жанына жетіп барды. Сосын әй-шәй жоқ, оны қолтығынан қыса ұстап, анадай жерде күтірлете шөп жеп жатқан атына қарай жүрді. Әңгімені неден бастарын білмей аз кем дағдарды да, дәденнің имек мұрны мен қою қасын қазір ғана көргендей үңіле қарап, өзің сұлу жігіт екенсің ғой, байқамай жүрсем, деп әзілдеген болды. Дәден үндеген жоқ. Оның жалт еткен көзқарасында мына қу неге жалпақтай қалды деген сұрақ бар секілді. Сәл езу тартып, сергектік білдірді. Әй, саған бір шаруам тіреліп, әрі қысылып келдім. Бір майданның солдатымыз ғой, қолтықтан демеп тұйықтан шығарып жібер, деді Төрежан дәденді оң қолтығының астына ала түсіп. Ол не шаруа? Қолымнан келсе аянбайын. Сол ғой, қолыңнан келетін болғасын ғана қыстап тұрмын ғой. Япырай, әкесі өлгенді де естіртеді емес пе? Айтсаңшы енді үзілдірмей. Орындайсың ба? Ферма меңгерушісі енді дәденге тіктей қарады. Ешкімнен осы уақытқа дейін бетім қайтып көрген жоқ еді. Мәрт жігіт екеніңді көрейін. Орындашы. Егер менің билігімдегі нәрсе болса, бұйымтайыңды ала ғой. Әрине, сенің билігіңдегі нәрсе. Жылқышы сенсің, жалақы сенің атыңа төгіледі. Осынау 200 бас табанға жауап беретін де жалғыз өзіңсің.
Айтпасаң да білдім, сөз төркіні белгілі болды. Менің қолымнан келмейді. Келмейтіні қалай? Осы ферманың малы мен жанына жауап беретін кім? Әркім өзіне жауап береді. Әй, сен қыртемей жөн сөйлесейші. Бір жылқы соя алмасақ, ферма басқарып не керек деймін-ау? Соғымыңды алғансың. Қашан ойбай-ау? Әлгі қарақатқақтағы томашадай құнанды айтамысың? Оның еті таусылғалы ай болды. Мен өзгеге емес, өзіме сұрап тұрмын. Ит болып кетейін. Біреу үшін жанталасып шырылдасам. Енді бір семіз бие берсең, қыстан зу етіп өте шығамын. Үйдегі хозяйка мен балаларда тек жылқының етін жегісі келеді. Әрі қаладағы туысқанда 4-5 қазы салып жіберіңдер деп хат жазған сайын зарлайды. Төке, мен бұл жайды шеше алмаймын. Әкейден өтініш ет. Тегін емес, ақшама бер деп жалынсаң, мүмкін жібір. Жоқ, өзің бітіре сал. Ақшасын тіпті қазір беріп кетейін. Ең төменгі сортпен есептегенде 110 сом ғой. Арық құнан еді, арам өлетін болғасын деп есептен шығара салармыз. Төке, буынсыз жерге пышақ ұрмаңызшы, менің қолымнан келмейді дедім ғой. Онсыз да биыл 3-4 жылқы соғымға сойылды емес пе, өзіңді есептемегенде. Олар кімдер? Мен неғып білмеймін. Айтшы қане, директордың қағазы бар, аудандағы дөкей бастықтар. Онда жол басқа. Дегенмен осының бәрі мен арқылы өтуі керек. Өзі істің ыңғайы солай ғой. Сіздің де қолыңыз бар. Қажет болса көрсетейін. Апырай, бәсе, жадымнан шығып кеткен ғой. Сонымен енді не істейтін болдық? Әкейге жолығып көріңіз, онсыз болмайды. Менің билігімдегі жылқылардың қайда аттанып кеткені өзіңе аян. Сөз болады. Әрі жылқы өте сезімтал жануар. Қатарының зым-зия жоқ болғанын іштей сезіп, көңілдерін кір шалып, сосын жүдеп кетеді деп соғымға сиыр сойғызды. Жекеменшігіміздегі 2 биені күздегі қасқыр жарған 2 байталдың орнына салды. Қазір табынды өзі бақылап, мені тырп еткізбейді. Өй, сөз болғаныңа, ойыңа келгенді істейді-ау біздің қарекең. Алдына шығар ешкім жоқ, бай да өзі, би де өзі. Сонда немене? 70-тегі шалға жүгенді беріп, аттың басын қайда бұрсаң да өз еркіңде бақырай отырамыз ба түге? Не десең о де, мен әкемнен асып кете алмаймын. Соңғы сөзің бе бұл? Иә, Төрежанның әншейінде қызыл тамырланып тұратын қызғылт өңі сәл-пәл күңгірт тартты. Аяз шымшыған 2 бетінің ортасы болар-болмас шыбырлап, етектілеу мұрны онан сайын делдейіп, қос жанары алдындағы кісіні тесіп жіберердей кірпік қақпай шаншыла қалды. Оң жақ қолына қысып ұстап тұрған дүзгін сапты 8 өрмей қамшыны саусақтары одан әрі сығымдай түсті. Көнтік ерні бір елдей ашылып, ар жағынан еріксіз айқасып кеткен күрек түстері анық көрінді. Әй, мен сені адам деп, алпамсадай жігіт деп жүрсем, әлі шикөк екенсің ғой. Төрежан кеудесін шалқайтып, даусын көтере күлді. Өй, бос кеуде ынжық. Ферма меңгерушісі адымдай басып барып, атының шылбырына жабысты да, ауыздығында салмастан ер үстіне қонжиды. Сосын астындағы атын қолындағы 8 өрмесімен сауырлата бір тартып, қарсы алдындағы қалың күртік қарды омбылата әрі өтті. Артына бұрылмастан атын тағы бір қамшылап, тура құбылаға қарай желе жөнелді. Аң-таң боп, аузын ашып, бір орында қаққан қазықтай қаздиып дәден қалды. Осы күйінде тұра берер меді, кім білсін, есік жақтан. Уа, дәден қайдасың? Күн көзі тіпті шақырайып, жарқырап кетіпті ғой жарықтық. Жабағы тайларды ауланың көмбетіне шығар, бойлары жылынсын. Азымыз шөбін де сол араға шаш. Бұларға мен бас көз болармын. Өзің жиренге мінде, соны құр өткелдің бойын жағалап қайтшы. Өзектегі қамыс арасының қары қатты мекен. Қайтарда қаражал астындағы қалың қылаң құйрыққа көз салшы. Басы қарасында қалмаса, түс қайта арық тұрақтарды сол тұсқа апарып, іңірге шейін тебіндетейік. Дәден дауыс шыққан жаққа жалт қарап еді, үстіне түлкі ішігін желбегей жамылып, басына түлкі малақайын бастыра киіп, жайқала басып келе жатқан әкесін көрді. Әлгі мықтымыз не дейді? Жай жүрмекен? Деді Кәрім баласының қасына таяу келгесін. Сол дәуде болса соғымға жылқы сұрайын деп келді. Бірақ мен ыңғай танытпаған соң айтуға бата алмады.
саған ештеңе деген жоқ па? Жоқ, маған бөгде сөз айтқан жоқ. Болған жайды ол әкесінен жасырды. Апырай, көңілдегісін айта алмады-ау байғұс. Бұйымтайын айтудан жасқанған не шіркіннің. Әр нәрсе жөнімен болса, менің жұртта не шаруам бар. Көрінгенге араласып, көргенсіз атанатын жайым жоқ. Бірақ сол көрінгеннің көргенсіздігін көріп тұрып, басу айтып тежемей, әркімнің жетегіне еріп, аңғалдық танытатын көз жұмбай шалыңмен емес. Баяғыда әкем айтатын, әділ бол, адалдықтың шырынын тат, бірақ үлкенді де кішіні де басындырып кеудеңе шығарма. Қара қылды қақ жаратын бей болу, немесе қара тасты бір ұрып қақ айыратын күш иесі болу, жалпыға емес, ілуде біреудің басына ғана қонақтайтын бақ деп, сол марқұмның сөзін сарапқа салсам, шындыққа жанасады екен. Әке, бүгін күннің ашық болатын түрі бар. Жабағы тайларда айдап, ителгінің бергі баурайына тебіндетіп көрсем қайтеді, деді дәден әңгіме төркінін басқа жаққа бұрғысы келіп. Ерте әлі сабандасын, сосын ителгің тым қашық. Оған барып қайтқанша сілесі құрып тұралап қалар. Әрі тебінге үйренбеген шіркіндердің серақтары домбығып, тұяқтарының көбесі сөгілмегенмен, бақалшағының жетесі қиылып, ақсап, қатардан шығып масыл болуы мүмкін. Көресіні сонда көрерміз. Жылқы деген жануардың қарны тоймаса, азып кетуі аяқ астында екенін өзің байқап жүрсің ғой. Маған жиренді жақсылап ертеп берші, саяқ жылқыларды сыртынан бақылайын. Әке, қар болса қатты, қайтесіз соны. Таңнан тұрып өзім санап қайтармын. Аттан түссеңіз, мінуіңіз қиынға түсер, деді дәден жанашырлық дауыспен. Атты ертеп бер дедім ғой, бұл сөз неге керек? Деді кәрім қарт түсін суытыңқырап. Құдайға шүкір, әзір атқа міне алмайтын мешел емеспін. Әкесі өзінің сыр мінез, байырғы торысына ер салдырмай, үш қалақ жүріс тілеп, шошаңдап тұратын, басы қатты, жүрісі де жайсыз жиренді ерте дегеніне іштей таң тамаша болды. Бұрын көп тақым салмаған атқа мінемін деуі қай желіккені деп реніште білдірді. Бірақ ішкі дүрдаразды сыртқа шығарып айтуға әкесінен именді, тіпті қорқады. Әй, сен жаман, әуелі өз жөніңді жөндеп ал, ақылыңды сосын айтарсың десе масқара ғой. Қой, ерте деді, ертейін деп. Дәден аулада байлаулы тұрған жиренді жетектеп шығып, әкесінің күміс қасты ерін астына қойдың тұтас жабағысы тігілген жалаң тоқымның үстіне салды да, шап айылын аттың төсіне таман тартты. Кіршік мақпалмен тысталған көпшіктің ортасынан төс айылды тастай бергенде әкесінің шап айылын босатшы, су жұтқызайын деген даусын естіді. Шелек толы судан жирен ат екі рет жұтты да мелшиіп қалды. Қарлаған екен, бірақ жортар алдында аттың аз да болса су ішкені пайдалы. Ішін шайқап тезегін түсіреді. Есіңде болсын, қаймалғада күніне бір рет су беру керек. Қарды алдына қанша үйіп қойсаң да, сиыр жарықтық оны ескемейді де, деді кәрім баласына қарап. Кәне, мені демеп жібер. Қолтығынан сәл ғана сүйемелдеуі мұң екен. Кәрім қарт ат үстіне жеп жеңіл қонжиды. Тіпті тізесінен бір қарыстай төмен түскен түлкі үшіктің де салмағын сезбегендей. Жиреннің тізгінін тұқырта ұстап, оңға бұрды да жалғыз аяқ сүрлеу ізбен қораны айналып өтіп, терістікке қарай тіке тартты. Анадай жерге барып, жүріс түлеп жұлқынған жирен атты ойқастата шыр көбелек айналдырып. Әй дәден, тобылғы сапты қамшымда кеп берші, сенектің кіреберсінде ілулі тұр, деп қаттырақ дауыстады. Дәден жүгіріп, қамшысын апарып беріп еді, ат үстіндегі әкесінің екі беті қызыл шырайланып, денесі шалқая тіктеліп, бір түрлі аруақтанып кеткен сияқты. Қамшыны сол қолмен іліп алған ол, қолындағы 12 өрмесін ақ қардың үстіне сілкей лақтырып жіберіп, күртік қарды алдыңғы аяғымен кезек-кезек тепкілеп, ауыздықпен алысып тұрған жиренді шұғыл бұрып, шу деп еді. Алға қарай қарғып түскен аттың тізгінін тежеместен сыдырта жөнелді. Сәлден кейін Қызылжарға қарай сәл қиғаштаған жирен көтере шоқыраққа ауысқан екен.
ер үстіндегі алпамсадай әкесі қозғалар емес, бейне бір гипстен соғып тастағандай қақшиып барады. Апырай, көптен көбеңсіп тұрған ат жазым етпесе болар еді деп ойлады дәден. Әкесі әншейінде тордан басқаға тақым салмайтын еді. Бүгін неғып жиренді қалады екен, Ол жирен ат емес, құтты жел ғой. Ет қызуымен байқамай бірдеңеге ұрындырса, қой, әкемнің көріп жүрген қоқайы осы дейсің бе деп сабасына түсті ол. Кәрім қарт жиренді текіректеп отырып, құба белдің сол жағын ала, қалың дүзгінді ойпаңнан бірақ шықты. Үстіндегі иесінің ойын сезгендей, жирен ат жүрістілеп, ауыздығын қарш-қарш шайнап, тізгінін тұқырта төмен тартты. 4-5 шақырымдай үздіксіз жортаққа бүйірін соғып шаршайтын сыңай білдіретін емес. Қатты қардың ақсақ ойылғанына қарамай әлі де екпіндейтін түрі бар. Дүзгінді ойпаңның қары жұмсақ екен. Кәрім аттан түсіп жиреннің тізгінін ердің қасына тұқырыңқырап шалды да, шылбырын қолына ұстатып, атты жетектей ілгері аттады. Сыр мінез жылқының сезімталдығына сенгендіктен қолындағы шылбырды сол жақ қарына орай салды. Талтаңдай басып, дүзгін үшін едәуір аралады. Кей түстің қарын аяғымен олай-болай серпіп, жерге үңіле байыппен қарады. Жусанның бір талын түбінен сындырып, әуелі иіскеп, сонан соң аузына салып, тісіне басты да түкіріп тастады. Ащы екен, әлі дәмі де кетпепті, деп өз-өзінен күбірледі. Сирегірек болғанымен, еркек шөбі де балақты екен. Ана қара аз-мұз демесең, жерге жабыса шоқ-шоқ боп өскен ажырық пен алабұта да көзге оттай басылды. Қарттың көңілі әлденеге тояттанғандай, шалқақ кеудесін кере, әлі де нұры таймаған шегір көзін айналасындағы әр бұтаға қадай қадала қарай бастады. Апырай, сасқан уақытта сая боларлық жай екен осы ойпаң. Табын жылқы бір ай тебіндесе де ортаймас шөбі бар, ал бір қора қой қозғалмай тұрып жылады ғой мына араның шөбін. Бұл ойпаңға мұның атысын салмағалы жылдардың жүзі өтті. Қарт басындағы түлкі құлақшынын оң қолымен жұлып алып, аздап тершіген маңдайын сүртті де басына қайта кие салды. Әлде бір ой толқыны мазалағандай алға қарай адымдай жүрді. Тіпті сол жақ қарыннан сусый ақ қардың үстіне ала шұбар аждаға жыландай ширатыла түсіп кеткен ат шылбырында байқаған жоқ. Есіл дерті алдыңғы жақта. Жиреннің 2 рет пысқырғанын құлағы шалып қап, шалт бұрылып еді. Жирен ат шылбыр түскен тұста қақшиып тұр екен. Шылбырын сүйретіп, айдалаға иесін тастап, бет ауған жаққа шаба жөнелетін жылқы жирен емес. Құлын күнінен әдеттенген. Шылбырын тастаса болды, қазықтың қажеті жоқ. Жағалауға жақын кеп, якір тастаған кемедей қақшиып тұра берді. Қарт ентелей басып, ойпаңның орталау тұсына кеп сәл кідірді. Сонан соң сол жаққа қарай бұрылып бірнеше адымдады да, басқа дүзгіндерден гөрі биігірек, көлемдірек дүзгіннің қасына кеп тоқтады. Дүзгіннің теріскей бетіндегі ошақтың орындай ғана ойпаңдау тұстың қарын аяғымен әрі-бері итермеледі. Одан сәл әрірек үлкендеу шұңқырдың үстімен өтіп еді, қары тізесінен келді. «Иә», деп күрсінді қарт, жастық шақтың жалындаған уытты кезінің бір белгісі еді бұл ара. «О, Тәңір-ай, қаны қызған қайратты денемен алды-артыңды болжауға шамаңды келтірмейтін 17-18 жастың есерлігі нестетпейді. Бұл да жас кезінде аз-кем есерлікке салынған. Ұмытпаса 1927-28 жылдары ауылда колхоздастыру кезеңі басталған шақ. Қым-қиғаш уақыт, біреулер колхоз боламыз дейді, біреулер болмаймыз дейді. Байлардың малын алуға жаңа-жаңа жарлық шыға бастаған кез. Банды құнскер үйдің атағы ойда да қырда да дүрілдеп тұрған жыл. Әкеден 1921 жылғы оба ауруында айрылған ағайынды екеу, анасы балғанымен үшеуі жездесі Шағырды паналаған еді. Шағырда бай, оған да тықыртай алды. Шоқша сақалды, кең маңдайлы, қызғылт бетті жуантық кісі еді. Бір тоға ақылды адам болатын.
колхоздастыру басталғанда өзі бас боп, малының тең жарымнан астамын колхозға қосып, өзі колхозға мүше боп кірді. Бір күні сені Шағыр шақырады деп інісі Мұқит келгесін, бұл жүгіре басып, оның үйіне барған. Көктем туып, Борсаның теріскей бетіндегі қырқаға киіз үй тігілген. Шағыр өзінің 8 қанат ордасында ақбас кереуеттің үстінде аяғын төмен салбыратып отыр екен. Бұл сәлем беріп кіріп барғанда да ойлы жүзін өзгерткен жоқ. Шоқша сақалын тарамдап, алды көгіс тартқан қызғылт көз жанарын керегенің басына ілулі тұрған қасқыр ішікке қадай отырып, қадау-қадау сөз айтты. Шырағым, мына уақыттың беті тым жаман, сен не байқап жүрсің? Деді. Түсінбедім сөзіңізге, деді бұл. Әй, әлі баласың ғой, бірақ бар үмітім сенде еді. Әсіресе қайсарлығың мен қайратыңа сүйсінетінмін. Бір жағы туған баламдайсың. Ана бір өзімнің қанымнан пайда болған бір-екі боқты қойшы. Мал бағып, соның етін жеп, сүтін ішкендеріне мәз түге. Тумай кетіп, туа шөккірлер Құдайға мінәжат етіп, ол сұрағанда біреу болса да бірегейін бермей, кілегейін беріпті маған, қайтейін. Тіпті ол екі жаманға сеніп, сөз айтуға да болмайды. Босқа зығырын қайнап, өз-өзіңнен төменшіктеп қаласың. Өйткені олар мына уақыттың сарынын түсінбейді де, түсінгісі келіп ойланбайды да. Әлгі Махамбет айтпап еді, жақсыдан туған жаман бар, күндердің күні болғанда. Жарамды бір теріге алғысыз, қасына адам барғысыз деп шырағым, сол ақын айтқандай, жарамды бір теріге алғысыз боп жүр ғой. Арқа сүйер өзіңнен басқа ешкімім жоқ. Майысқанда түреу болама деп, жығылғанда сүйеу болама деген оймен саған бір сырымды ақтарғалы отырмын қарағым. Сөз түсінбес ұл емессің, еңкейген басымды иегімнен сәл де болса көтерерсің деген ниеттемін. Бір жігіт туса өзіңдей боларақ. Айтыңызшы, шәке, айтыңыз деп қалды бұл. Сіздің сеніміңізден шығудың өзі мен үшін зор мәртебе. Шаруа тек қана маған тірелсе жалтақтамаймын, айтыңыз. Бәрекелді. Шағыр басын тік көтеріп, үстіне мауыт шапанын желбегей жамыла орнынан тұрды. Шарасы кең, қызғылт көзін мұның жүзіне қадай қарап, етті денесін қозғап-қозғап қойды. Сонан соң қайқы тұмсық қара кебісін аяғына ілесап, жұп-жұмсақ қалы кілемнің үстінде олай-бұлай жүрді. Ыңыранып ішінен әлдебір ән әуезін айтқандай ма, немесе Құран сөзінен жаттанды ма, әйтеуір бір сарынды ыңылмен сүт пісірімдей уақыт 8 қанат ақ орданың ішінде ерсілі-қарсылы қадам басты. Қақ ортада шаншылып бұл отыр. Ол ара-тұра мұның ту сыртынан да, қарсы алдынан да кеп, бар назарын түсіре, көзіне көзін шағылыстырып қадала қарады. Сәлден кейін желбегей жамылған мауыт шапанының әдемілеп зер салып, тіккен далақпандай етегін кейін серпіп тастап, кереуеттің үстіне сылқ етіп отыра кетті. Сосын шақша сақалын тарамдап, аз-кем ойланып барып, тегінде қарағым, әр сауалға нақты жауап берердің алдында асықпау керек. Асыққан шайтанның ісі демей ме қазақ? Мен сені барымтаға жұмсағаным жоқ, немесе біреуді өлтіріп, қанын іштеп те қолқа салмаймын. Оның заманы келмеске кеткен. Сенің топ бастар жүрегің, шоқпар көтерер қолың бар екеніне сенімім мол. Әйтпесе 18-ге әлі толмаған шекі өкпемен сырласуға мен де ынтықпас ем. Жұртты бостан-босқа дүрліктірген ана қанды қол құныстың жүрісі де бекершілік-ау. Ақылы бар адам еді, неғып тайраңдап кеткеніне миым жетпейді. Бұл өкіметтің құрығы тым ұзын. Сол құрық құнысқа да бізге де түсуі жақындап қалдау шырағым. Тіпті таяу қалды ма деп тіксінемін. Күнде де түнде жанымды мазалайтын осы жай. Біздің кімдер, шәке? Деді бұл кеудесін тіктеңкіреп. Қазір Шағыр ұмтыла түсіп кереуеттің төмен жақ басына ілінген жібек жіпті жайлап тартып еді. Босағаның үстіне бекітілген қоңырау сылдыр-сылдыр ете қалды. Сәлден кейін ақ шашы орамалын жағынан тартқан, үстінде көкшіл түсті камзолы бар, ақ құба өңді, ұзын бойлы Шағырдың бәйбішесі, мұның әкесінің қарындасы Сәнім кіріп келді де,
бұған назарында аудармай күйеуіне қарап, «Жай шақырдыңыз ба, отағасы?» деді. «Кәрім екеумізге саумала келші», деді Шағыр түсін сәл жылтып. Сәнім артымен шегініп, кейін шығып кетті. Сәлден кейін үлкен екі зереңмен қоса ағаш табақ толы қымызды алып кеп, зерлей отырып, ағаш ожаумен сапырып-сапырып зереңге құйып, біріншісін күйеуіне, екіншісін бұған ұсына беріп, «Тауысып іш қарағым», деп күлімсіреді. «Бәйбіше, өзіміз құйып ішеміз ғой. Кәрім екеуміздің біраз әңгімеміз бар. Біреу құлақ түріп жүрмесін, байқашы. Сосын қазан көтеріп тамаққа балғаны мен Мұқитжанды да шақырарсың. Асыңды дайындағасын барып, бізге айтарсың. Дастарқаныңды осы үйге жай». Бәйбішесі шығып кеткеннен кейін де Шағыр әшекейлі зереңдегі қымызын шайқап, баппен ішіп, әңгімені бастай қоймады. Шарасы үлкен көзін қайта-қайта алдында малдас құрып, қақшиып отырған бұған қадай түсті. «Осыған айтсам ба, айтпасам ба» деп ойлана ма қалай. Бұл бір зереңдегі қымызды тауысып, екіншісін орталай құйып алып, 2-3 жұтқанда барып, Шағыр тамағын кенеп қойып, сөз айтуға оқталғанын байқап қалған бұл зереңін екі қолының саусақтарымен қыса сәл төмен түсіре ұстады. «Шырағым», деді Шағыр тағы да тамағын кенеп, «заман дегенің қашаннан аумалы төкпелі ғой. Адамдарда әртүрлі, біреуі бай, біреуі жарлы, біреуі ақылды, біреуі ақылсыз, біреуі шешен, біреуі суайт, өтірікші, біреуі батыр, біреуі қорқақ. Міне көрдің бе, солай. О бостан-ақ Мұхаммед пайғамбарымыздың өзі бұл фәнидегі 18 мың ғаламды уысына қысып ұстай алмасын білген соң, өзіне сенімді көмекшілер іздеп тапқан. Иә, адам өмірі ұзақ та қысқа. Ұзақ дейтініміз, оның ұрпағы жайылып, жалғасы болса, аты өшпесе, өзі өлгенмен аруағы өлмейді. Ал қысқа дейтінім, оның арты оңбаса, ұрпағы шөп-шөңгірдің тамырындай тереңдемесе бітті. Онда қанша аруақты болсаң да, бәрібір заман өзгерген соң атыңда өшеді. Исламның негізін қалаған Мұхаммед пайғамбарымда кезінде осы пікірді қостағаны белгілі. Ұлының аты ұлы, ол адамзат тарихында қалды. Оның тарих бетінен ұрпағы енді өшірмек емес. Ал мына бізше, мысалы, маған кім тірек боп атымды жалғастырады? Малдан басқаны танымайтын екі есер ме? Жоқ, мен өлген күні олар да өледі. Өлмесе де өлгендерден артық болмай, өлексе сияқты боп жүрер. Қаншама жетектедім ол екі жетесізді. Бәрібір жетектеген төбет қораға үрмейді деген рас екен. Еңбегім зая кетті. Жүр ғой әні, не малдың не жанның санында жоқ. Ол екеуін қойшы, сені шақырғандағы себебім өз балаларымды өзім жамандап шағым айту емес. Бұл көңіл түңілгендегі сөз ғой. Басты әңгіме мынау қарағым. Шағыр тағы да қарсы алдында отырған бұған үңіле қарап, өңінде өзгеріс жоғын сезді ме, әлде өзекті әңгіменің бір шетін суыртпақтап шығарғысы келді ме? Әйтеуір көп кідірмей сөзін жалғастырып кетті. «Кәрім шырағым», деді ол, тамағын кенеңкіреп алып. «Жас болса біразға келді. Жылым сиыр ғой. Тәңірім амандыққа жазса, ақырап айында 59-на толамын. Осы уақытқа шейін не киемін, не ішемін деп ойлаған емесем. Алдым да, артым да, тіпті 4 құбыласы тең жандардың. Біреуі мен едім. Әлгі Махамбет айтпап еді. Мен едім. Мен нарында жүргенде еңіреп жүрген ер едім деп. Сол айтқандай, менің де аяқ асты болған жерім жоқ еді. Осы өмірімде не біреуден сөз естіп, не біреудің тұщы етіме ащы таяғы тиіп көрген емес еді. Енді мына заманның таяғы етімді езіп, сүйегімді сындырғалы тұр. Бұған қарсы тұрар шама да, шарғы да көре алмай тұрмын-ау, шырағым. Бәрінен бұрын, күні кеше менің қазанымнан бірге ас ішіп, өрістегі жылқымды, еңістегі қойымды, өзінің әкесінің малында иеленіп жүрген жаман тас кепелердің бүгін адам қатарына қосылып, өзіме қарсы дауыс көтере бастағаны жаныма қатты батып, жүрегімді соқтырып отыр. Бүйте берсе, күні ертең мені тыржалаңаштап
мойныма қылшылбырды салып, итшеккенге айдап жіберуден тайынбас болар. Мен түсінбейтін бір сыр бар қарағым. Осы өкіметте бай боп жалшы ұстағанымыз үшін бізді неге кінәлайды? Бізге неге соншама көз алартады? Колхоз деді, онысына көндік, мал сұрады, бердік. Енді біздің жазығымыз не? Мынау ақ пен қараны айыра алмайтын надандарға осыншама билікті неге береді бұл өкімет? Шаш ал десе бас алатын әумесерлердің қолына билік тиген соң не жорық? Қарада тұр, ертең бұл қаратаяқтар бізді өртеп жіберуден тайынбайды. Біздің кім осы шәке? Деп қойды бұл тағы да. Мына сені, мен екеуміз, ана Жұмабай мен Түзелбай, мес қарын, сағын әзірге осылар. Менің жазығым не? Әкең бай ма? Бай болды. Тұқымың бай ма? Бай. Әкең кезінде жалшы ұстады ма? Ұстады. Оны өліп қалды екен деп, жаңа бас көтерген сені аяр дейсің бе? Надан қаратаяқтар, көрде тұр, ертең сенің де құйрығыңа тас балайды бұлар. Мүмкін емес шәке, ауыл надан болғанмен, аймақ надан емес қой. Бәрінде өлшеп пішеді, таразыға салады. Шапқылап жүрген Молдағалида өкімет билігі жоқ. Ол тек шабарман, айтқанды орындаушы емес пе? Дәл айттың қарағым, осы Молдағали сияқты шабармандар ғой біздің төбімізге жететін. Бұлар айтуын келістіріп айтса, тосын адам не білсін, соның екі ауыз жалған сөзіне сенеді де қалады. Сонан соң мылтықтың қарауылына бір ілінсең болды, ерте ме кеш пе, әлде күндіз бе түнде ме, әйтеуір шүріппе бір басылмай қоймайды. Шүріппе басылған соң тірі қалуың екі талай. Сол мылтықтың қарауылына әзір ілінбей тұрғанда қам жасауымыз керек шырағым. Сен ойларсың, осы жездем қоян жүрек екен, әр нәрсенің байыбына бармай қорқақтық жасап отыр деп. Жоқ, таразының екі басын тең ұстаймын десең ұтылғаның. Дүбір жақындап келеді, менің жүрегім сезеді бір пәлені. Көрерміз, көштің артын деп жайбарақаттыққа салынсақ ұтылғанымыз. Қазіргі уақыт ұшпа боран секілді, қамданбасаң әп-сәтте тырп еткізбей басады да қалады. Сонда маған не дейсіз? Не істейсіз шәке? Деді бұл өзінің қарсы алдында отырған алпамсадай денеге суықтау көз тастап. Буынсыз жерге пышақ ұрмайтынымды білесіз. Мен әзірге сіздің жұмбағыңызға түсініп отырғаным жоқ. Тұспалдамай турасын айтпайсыз ба? Үнсіздік. Бұл саусақтары екі бүйірінен қысып, зерең ішінде тұнып қалған саумалды шайқап жіберіп, тауса ішті де алдына қойды. Сосын еңсесін тіктеңкіреп, сәл кейін шегінді. Біраз отырыстан екі тізесі ұйып, екі табаны шым-шым етіп ауырса да сыр берген жоқ. Есік алдында галошы қалған ескілеу құрым етігінің сыртынан ғана балтырын екі алақанымен болар-болмас сипап өтті. Бұның байқағаны шағырдың қып-қызыл етті беті әуелі сәл бозғылтанып барып, қалпына келгені. Салбыраған екі ұртымен, иегінен сәл төмен топ-томпақ бұғағы сол бозғылт қалпында тұрып қалған секілді. Шарасы кең отты да, қызғылт көзінде жалт етіп бір ызғар пайда болды да, ілездей мейірім шуағы шашырап шыға келді. Ол алға қарай еміне түсіп, мұның маңдайынан ып-ыстық алақанымен жайлап сипады. Қату жымиып, орнынан тізерлей көтерілді. Сонан соң үйдің ішін ерсілі-қарсылы екі-үш рет кесіп өтіп, ақбас кереуеттің үстіне сылқ етіп отыра кетті де, даусын шығара күліп жіберді. Бірақ күлкісінде әлде кекесін, әлде таңдану бардай сезінді бұл. Әлі ақ кіре қоймаған шоқша сақалын астынан көтере уыстай ұстап, сәл кідіріп ойланып қалды да, көз жанарын мұның үстінен асыра жіберіп, тағы қасқыр ішікке қадады. Сосын сақалын қыса ұстаған сол қолын төмен түсірді де, сол жақ бүйіріне қарай қисая түсті. Сол қисайғаннан үн-түнсіз сүт пісірімдей уақыт жатты да, жеңіл көтеріліп барып, қоңыраудың жібек жібін екі рет тартты. Сәлден кейін сықырлауықтың сол жағы жартылай ашылып, сәнімнің аққұба жүзі көрінді. Отауға шай жасаңдаршы, шапшаңдап деді, шағыр бір түрлі селсоқ үнмен. Алты қанат киіз үйдің төріне кең етіп жайылған, дастарқанның екі бұрышында екеуі отыр. Сәнім селкілдей қайнап тұрған самаурынмен
одан сәл төмен орналасқан шоғаяқтың үстіндегі екі бүйірі томпайған үлкен аққұманың күзетшісі сияқты екеуіне алма-кезек қарайды. Дастарқан үстінде шашырай төгілген ақ бауырсақпен кішілеу зеренге салып екі жерге қойылған сары майдан әзірге ауыз тиген ешкім жоқ. Күрең шайды сораптай ішкен Шағыр өзінен төмендей отырған әйеліне көз қиығында салған жоқ. Бәйбіше, әлгі ләмпәсегінен қойсаңшы, сосын шайға сүтті азырақ қатып, ащырақ құйшы. Күннен күнге шайдың бабынан да жаңылсып барамысың түге, деді Шағыр ауыр денесін ілгері қозғап. Сәнім сәл езу тарта жымиды да орнынан тұрып, керегенің басына ілулі қоржынан уысын толтырып, қойдың құмалағындай уақ ләмпәсейді дастарқан үстіне әкеп қойды. Сонан соң қоржынының екінші басынан дөңгелек қалайыны суырып алып, бұрап ашты да, оны Шағырдың алдына қарай ысырыңқырай жылжытты. Бұл көз қырын тастап еді, онда да мынадан да ұсақтау ләмпәсе екен. Қарағым, жеп ішшейші, деді Сәнім бұған қарай жылы жүзбен қарап. Мұхитжан малға кетіпті. Бәкес өрмек тартып жатыр екен, тамаққа келермін деген. Әлгі көбес қайда жүр? Мұхитқа мал іздетіп. Әй, сол жаман мені жер қылып болдау Құдай. Анда барса өгіз өледі, мында келсе арба сынады. Төлеп кешегіден әлі жоқ па? Сол Қызылқоғаның базары оны байлап тастаған болар. Осы бір екі сәуріктің барынан жоқ еді. Құдай басқа бергесін, амал бар ма? Көрер көзге күйік қылып. Шағыр қолындағы шын аяғын дастарқан үстіне қойды да, ух деп, ауыр күрсініп, тізесіндегі аппақ орамалмен мойнын, маңдайын сүрткіледі. Мұның байқағаны апасының өңі біресе қызарып, біресе бозара түсіп барып қалпына келгені. Бірақ ашық маңдайындағы қос сызат кереңдеп, жаңа ғана тіптік денесі сәл-пәл еңкейіңкіреп кеткен сияқты. Ал Алпамсадай Шағырдың бет пердесінен ештеңе байқалмайды. Осы сөзді жанын қинамай, әдейі айтқан секілді ме кім білсін, бірақ қабағында аз-мұз ашудың табы бардай. Жаман да болса, апаң екеумізден пайда болды ғой ана екеуі, Кәрімжан. Мен бұл арада ол екеуін жамандап, сенің алдыңа абырой алайын деп отырғаным жоқ. Бірақ жетектеген төбет қораға үрмейді деген рас екен. Мен ол екеуін мал емес адам болсын деп қайда жетектемедім. Кермақастың Қызыл үйіндегі оқуға да бердім, қайтып келді. Көкжардағы орыс оқуына да бердім. Жылап-сықтап, күпісін арқалап, керуенге ілесіп қайтып оралды. Жеті атамда жерге қараған ешкім жоқ еді. Өзім де өз тұсымда қатарымнан кем болдым демеймін. Әйтеуір шеңгелімді салған жерім қопарылып қалушы еді. Бида ұстасам, керуеннен айырылмадым. Шоқпар ұстасам, тақым ауып көрген жоқ. Төрімнен төренің өзі аттаған емес. Бір ауыз сөзімді құлағына ілмей кеткен шешен де көсем де кездеспеп еді мына жасымда. Ес біліп екі аяғыма тік тұрғалы, одан бері де Алла деп ат жалын тартып мінгелі, бір кісіге де, мың кісіге де есемді жіберген жоқ едім. Енді қайдан білейін, алда не күтіп тұрғанын. Үнсіздік. Шай ішілгеннен кейін Шағыр мәуіті шапанын жамылып, анадай жердегі төбенің баурайына қарай жүрді. Оның иек қағысы менімен бірге жүр. Манағы әңгімені жалғастырайық деген емеурін білдірген соң, бұл да солай қарай бет алған. Екіндіге таяп қалған күн көзі әлі де қызуын бәсеңдетер емес. Биыл ыстық ерте түсейін деп тұрау, осы деп ойлады бұл ішінен. Төбе басына шығып жайғасқан соңда Шағыр көпке шейін тіл қатпады. Жанарын көкжиекке қадап, терең ойдың сонарында отырған ыңғай танытты. Біраздан кейін барып, тамағын кеней жөткірініп қойып, төңіректегі көзімен бір шолып өтті де, «Кәрім шырағым», деді даусын көтеріңкіреп, «адам дегеніңіз бұл дүниенің рақатына да, бейнетіне де езіліп, не болмаса тасып, тасқындап кетпей, бір қалыпты өмір сүру керек деп ойлаймын мен. Рас, иыққа түскен ауыр қасіретті адамның адамы нардың нары ғана көтере алады. Әйтеуір бір саңлаудан жол тауып, осы бір жан түршігерлік азаптан құтылуға, немесе соны жеңілдетуге тырысады. Менің де осы бір азғантай өмірімде көрмегенім бар ма?
10 жасымда әке-шешемнен айырылдым. Бірақ ата дәулетін уысымнан шығарғаным жоқ, етім тіреді. Соның арқасында шағыр атандым. Сөзімде өзімде дуал едім. Пайғамбар жасына жақындағанда мынадай заманға душар болдық. Шамасы біз үшін ақырзаман деген осы шығар. Бәрінен бұрын күні кеше босағаңнан аттай алмайтын сасық құлдардың бүгін төбеңде ойнап әкіреңдегені жанымды да жүрегімді де жаншып бара жатыр-ау, шырағым. Осы жай қиын боп тұр. Ол ауыр күрсініп тағы да көкжиекке көз жіберді. Сонан соң бұған жалт қарап, өзіңнің не ойың бар, Кәрімжан, деді. Не қиналатыны бар, Шәке, деді бұл қарсы алдындағы алпамсадай адамның қызғылт өңіне тура қарап. Өкімет малыңызды алса да жаныңызды алмас. Бай бір жұттық демей ме бабаларымыз? Бұл жұт емес, жаңа заман, теңдік заманы. Біреуді біреу билеп төстемейді, біреуді біреу жазықсы жазаламайды. Малыңыздың жартысын колхозға өткізіңіз. Енді тыныш өмір сүруіңізге әбден болады. Жоқ, шырағым, бізге тыныштық болмайды. Дүрбелең енденді басталғалы тұр. Өткен түнде бір жүргінші келіп шай ішіп кеткен. Соның айтуынша, мына Теке өңірінде байларды кәмпескелеп, өздерін итжеккенге айдап жатыр дейді. Сүмбілеге қарай сол дүрбелең бізге де жетеді. Тажалды күтіп отыра бермей, қарсы әрекет жасауымыз керек емес пе? Аурудың алдын ал дейді ғой қазақ. Сонда қандай қарекет? Деп қалды бұл. Турасын айтайын, шырағым, бар жиған тергенімізді атандарға қомдап, бір-екеуір жылқымен бел асып кетейік. Маңғыстау барсақ, ар жағын көре жатармыз. Тіпті ана екі жаманды да ертпеймін, масыл болады. Апаң мен үшеуміз ғана алыс сапарға тәуекел етсек, және бір-екі жолбасшы бар, олармен кейін таныса жатарсың. Сонда ел жұрт, туған туысқан қайда қалады? Мұнымыз опасыздық болмай ма? Әлі бұғанасы қатпаған інім мен анамды кімге аманаттаймын? Олар қарғыс айтпай ма маған? Жоқ, Шәке, бұл ойыңызға мен қосыла алмаспын. Бүгін ертең емес, ойлан, шырағым, бәрібір мен киген кебінді сен де киетініңе шүбәм жоқ, деп шағыр орнынан көтерілді. Күн көзі ұясына тақалып қалыпты. Өрістен ауылға қарай шұбырған малдың тұяғынан көтерілген шаң ауамен қосыла қалқиды. Анау үйірден шыға жөнелген асауды қуалай қуған Мұхитжанға ұқсайды өзі. Табын түйені желдірте айдап келе жатқан ыбырас шығар. Бұл төбе басына шығып, төңірекке көз салып еді. Туған жерге деген бір ыстық жалын кеудесін кернеп, тұла бойын шымырлатып бара жатқандай болды. Осы араның желкегін жұлып жесемде, өзге жердің қазы қартасына айырбастамаспын деп күбірлей ілгері аттады. Содан бір жеті бойы шағырмен бетпе-бет жүздесудің реті келмеді. Екеуінің арасындағы әңгімені тіс жарып ешкімге айтпады. Соңғы 2 күн шағыр ауылда болмады. Бір жаққа жолаушылап кетіптіміз. Оның ешқайда жолаушылап кетпегенін бұл іштей сезді де. Өйткені алдыңғы күні таңға жақын әлдебір тысырдан оянып кетіп, сыртқа шықса, шағыр құлақ қасқаға жеңіл тарантасын жеккізіп жатыр екен. Ұзын бойлы тарамыс денелі біреу арбаға орта қаптай затты көтеріп әкеліп салды да, екеуі тарантасқа отырып жүріп кетті. Бет алыстары ителгі жақ. Байқап қалама деп бұл жақындай алмады. Апырай, жаңағы ұзын қарасы кім болды екен деген ой мұның жанын жегідей жеді. Содан таңға көзін іліндірмей қойғаны. Кәрім жыңғылды ойпаңды әрі-бері кезді. Шынында деп ойлады қарт. Егер қыс аса қатты боп, немесе арты ұзап бара жатса, қысырақтың үйірі мен мама биелерді осы араға айдап әкелсе, кем дегенде бір ай қозғалмай тебіндейді. Мына терістіктегі жал-жал шағыл шамалы боранды өзінен асырмайды. Ал құбыла бетойыз жаз айында түйенің үркешін қағатын түп-түп жыңғылдар жылқының сауырын ызғардан қазірде сақтайды. Қарт жыңғылды ойпаңды мынадай шүйгінде ойлаған жоқ еді. Осы маңайды жаз бойына табын-табын сиырлар жайлайды. О жарықтықтардың тұқайы не қалдырды дейсің? Жыңғылдардың өзін сындырып, астан кестеңін шығарған болар десе, жоқ, көңілдегідей екен. Келгені, көргені жақсы болды.
Осы арадан жарты шақырымдай жерде жарып шыққан өзені бар. Бұрынырақта арнасынан аса төгіліп таситын еді. Бұл күнде суы тартылған, дегенмен әйтеуір үзіліп қалмай жылтырап жатады. Деп күбірледі Кәрім. Биыл жазда жыңғылды ойпатқа хақ тұрған екен ғой. Бәсе, қар суы бұл ойпаңды көгертіп барып құрғаған ғой. Осы жерде ит-құс көп болатын еді. Құдайға шүкір, көбеймесе азаймаған болар. Сосын ғой бақташылардың табынды көздерінен таса қылып қалыңға жібермейтіні. Қарттың есіне тағы да өткен күндердің бір елесі жалт беріп оралғандай әсер берді. Ұмытпаған екен сол бір есер шақты.